Жетісай аудандық сотының және де прокуратурасының ұйымдастыруымен әкімшілік рәсімдік процестік кодексі бойынша семинар ұйымдастырылып, аталған мәселелер аясында пікір алмасу болып өтті. Оған аудан аумағындағы әрбір мекеменің заңгерлері қатыстырылып, аталған түсіндірме жұмыстар аясында өз ойларын ортаға салды. Ағымдағы жылдың 1 шілдесінен бастап қолданысқа енгізілген әкімшілік рәсімдік процестік кодексі жеке заңды тұлғалардың құқықтарын, мүдделерін іске асыруға бағытталған процесс. Бұған дейін азаматтық процестік кодексі 13-29 тарау осы қоғамдық қатынастарды реттейтін еді. Медиация тәртібімен мәселелер шешілмейтін осы қолданысқа енгізілген кодекс бойынша медиация тәртібімен істер қысқартылып, келісімге келіп, шешілу мәселесін қарастырды. Яғни аталған кодекс мемлекет пен азамат арасындағы жария құқықтық қатынастардан туындайтын дауларды шешу бойынша әкімшілік рәсімдерге және арнайы сот ісін жүргізуге байланысты қоғамдық қатынастарды реттейді. Сондай-ақ бұл кодекспен соттарға көп құзырет берді. Осы кодекстің 16 бабында сот органдарының ерекше рөлі жөнінен қағида бекітілген. Бұл жерде соттарға көп құқықтар, құзыреттер берілді. Оны атап айтатын болсақ, сот процесі барысында сот өзі жаңа тараптардан бөлек, өзі тиісті дәлелдеме құжаттарды іздеп, тауып, оны сотқа тіркеп, қосымша құжаттарды сұрата алатындығы көзделген. Сондай-ақ сот барысында судья өзінің пікірін талап арыз бойынша қанағаттандырылмау мәселелерін өзінің пікірін ашық айта алу мәселесі қарастырылған. Сондай-ақ семинар кеңес соңында әкімшілік рәсімдік процестік кодексі мемлекеттік органдар қызметінің ашықтығы мен тиімділігін арттыруға, мемлекеттік органдардың шешімдер қабылдау процесінде және жоғары тұрған органда және сотта мемлекеттік органдармен дауларды қарау кезінде азаматтар мен бизнестің құқықтарын қорғау кепілдіктерін бекітуге, сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін және сот жүйесіне жүктемені азайтуға әкелетіндігі жайы сөз болып, ортақ ой түйінделді. Аллаберген Құлша, Жеңіс Сыдықов, ақпарат, Жетісай ауданынан.